Сәлеметсіңдер ме? Біз бүгін тригонометриядағы ең негізгі формулалардың бірі келтіру формуласын бірге қарап, қалай есте сақтауға болады, соны айтатын боламыз. Ендеше парақшамнан алыстамай, бізбен бірге болыңыз. Келтіру формуласы бұл өте ауқымды формулалардың бірі. Бұны жаттаудың қажеті жоқ, тек қана қалай есте сақтау керектігін білсек болды. Біз қазір мына аралықтардың қай ширекке жататынын анықтап алайық. Қазір біз бірінші кезекте 0 градус, мынау 90 градус, пимен жазсақ пи бөлу 2, мына жер 180 градус, оны біз радианмен жазсақ пи деп, ал мынаны 3 пи бөлу 2 деп, мына жерді 2 пимен де жазсақ болады. Сонда бұрыштардың жалпы айналуы мына ретпен айналатын болса, сағат тіліне қарама-қарсы, онда пи бөлу 2 минус альфа бірінші ширекті білдіреді. Пи бөлу 2 плюс альфа, ол екінші ширектің бұрышы дегенді білдіреді. Ал пи минус міне былай айналып келе жатқан кезде пи минус альфа екінші ширек, пи плюс альфа үшінші ширекті білдіреді екен. Дәл сол сияқты 3пи минус альфа ол үшінші ширек, 3пи бөлу 2 плюс альфа төртінші ширекті білдіреді. Ендеше дәл осы ережені ұстанып отырып, біз қазір мына қай ширектер екенін анықтап алайық. Пи бөлу 2 минус альфа бірінші ширек, пи бөлу 2 плюс альфа екінші ширек, мынау екінші ширек, мынау бізде үшінші ширек, мынау бізде үшінші ширек, мынау төртінші ширек, мынау да төртінші ширек, мынау бізде бірінші ширек екен. Түсінікті болды, иә? Енді келеміз де синустың бірінші кезекте қай ширектерде плюс екенін есімізге түсірейік. Синус деп отырғанымыз біздің игілік өсі, ендеше ол бірде және екінші ширекте плюс. Ендеше синусқа бірінші ширекте, мына бірінші ширекте барлығының таңбасы плюс болады, екінші ширекте де плюс 2, екіде де плюс, екінші ширекте де плюс, үшінші және төртінші ширекте де ол минус. Ендеше синусқа міне үшінші ширектерге минус қоямын және төртінші ширектерге минус қоямын. Синустың таңбасының барлығын жазып алдық. Енді косинус деп отырғанымыз ол x өсі бізде бірінші ширекте және төртінші ширекте плюс. Бірінші ширекке плюс минус қоямын, 2 мен 4-ке, 2-ге минус қоямын, ширекке минус қоямын, міне үшінші ширекке минус қоямын. Яғни косинустың таңбасы екінші және үшінші ширектерге минус. Екінші ширекке минус қойдым, үшінші ширектерге минус қойдым. Қалғандарында ол 10. Тангенстің таңбасы, естеріңізге түсірсеңіздер, ол 1-де және 3-те плюс, қалған екеуінде минус, 2 мен 4-те. Ендеше тангенске 2-ге минус қоямын және төртінші ширекке минус қоямын. Котангенсте тура сол сияқты тангенстің таңбасымен 1-де, ендеше екінші ширекке минус және төртінші ширекке минус қойып шығамын. Таңбаларын бәрін қойып шықтым. Енді мынаға назар аударамыз. Мына екеуінде функцияның аты өзгереді. Яғни қай жерде пи бөлу 2 бар, қай жерде 3пи бөлу 2 бар, ол жерде функция атын өзгертеді. Синус косинусқа, косинус синусқа, тангенс котангенске, котангенс тангенске өзгереді. Ендеше синус мына жерде аты өзгереді екен. Пи бөлу 2 минус альфа болса да, пи бөлу 2 плюс альфа болса да бәрібір пи бөлу 2 бар ма мына жерде болды. Демек функция атын өзгертеді. Синус косинусқа ауса косинус альфа, мынау да косинус альфа, мынау синус альфа, тангенс котангенс альфа, котангенс альфа, котангенс тангенс альфа болады. Пиларда ешқандай ат өзгермейді. Синус болып қала береді. Синус альфа, мынау да синус альфа, косинус альфа болып қала береді. Тангенс міне бастапқы тангенс альфа болып қала береді. Котангенс альфа болып қала береді. Дәл сол сияқты 3пи бөлу 2-де жаңа айттық, аты өзгереді дедік. Ендеше синуста біз косинус альфа, косинуста синус альфа, тангенсіміз котангенс альфа, тангенс альфа болып өзгереді екен. Дәл осылай екі пиларда біз атының өзгермейтінін айттық. Ендеше функцияларды сол қалпы жазып шығамыз. Біріншісі бізде синус альфа, екінші бағанда бізде, екінші жолда косинус альфа, үште бізде тангенс альфа, төртте котангенс альфа. Болды. Тек қана осы мәліметтерді білу арқылы келтіру формуласын жаттамай-ақ жазып шығуға болады. Егер парақша пайдалы болса, жазылып лайк басуды ұмытпа.